Сөз депутат Жексенбай Бибігүл Нұрғалиқызына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Сұрағым Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайыловқа жолданады. Құрметті Әлихан Асханұлы, ата заңымыз Қазақстан Республикасының Конституцияның 1-ші бабында жазылғандай, Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі. Бірақ елімізде жыл сайын жол апатынан 2000-ға жуық қазақстандық ажал құшып отыр. Оның ішінде соңғы 5 жылда 1100-ден аса жасөспірім қайтыс болған. 2023 жылдың 10 айында 11618 жол көлік оқиғасы тіркелген. Бұл орталық Азия елдері бойынша ең жоғарғы көрсеткіш. Өткен аптада Алматы қаласында автобус жүргізушісіне жасалған шабуылдың кесірінен аялдамадағы 3 адам, соның ішінде 4 баланың ата-анасы, ерлі-зайыпты ұстаздар қайтыс болды. Бұл жол көлік оқиғасы еліміздегі мегаполистердегі шешілмей келе жатқан бірқатар өткір мәселелерді көрсетіп отыр. Қоғамдық көліктерде қауіпсіздік мәселесі мүлде қарастырылмаған. Аялдамалардың көпшілігі көлік жолына тым жақын орналасқан. Мегаполистерде қоғамдық көлік тапшылығы аса өткір болып отыр. Еңбек ресурстарын дамыту орталығының мәліметі бойынша 2030 жылға қарай халық саны Астанада 33%-ға, яғни 1,7 миллион адамға, Алматыда 20%-ға, 2,466,000 адамға, Шымкентте 32%-ға, 1,5 миллионға дейін өседі. Бұл ел халқының 1/4-не жуығы осы мегаполистерде шоғырланады деген сөз. Қазірдің өзінде аталмыш қалалардағы халықтың едәуір бөлігі шет аймақтарда, жеке сектормен қосылған аудандарда тұрады. Мұнда мектептер мен балабақшаларда орын тапшылығы жоғары. Адамдар балаларын мектепке жеткізу үшін қаншама шақырым қоғамдық және жеке көлікпен жүруге мәжбүр. Сондықтан бұл қалалардағы өзге мәселелермен қатар қоғамдық көлік тапшылығы мен жол кептелістері үлкен проблемаға айналды. Тіпті жедел жәрдем көліктері кептелісте сағаттап тұрып қалатын кездері де бар. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша 2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша Қазақстанда тіркелген көлік саны 5,216,000. Оның ішінде 80% жеңіл автомобильдер, 9,9% жүк көліктері, тек 2,1% ғана автобустар екен. Жеңіл автокөліктер саны күн сайын еселеп көбейіп жатыр. Жол апатына қатысты тағы бір фактор біздің жан басына шаққандағы жол көлік оқиғаларының саны әлем бойынша орташа болғанымен автокөліктердің тым ескі болуы, тіпті көп жағдайда қауіпсіздік жастықтарының да жоқтығы өлім жітімнің жоғары болуына әкеліп отыр. Мамандардың есебіне қарағанда кез келген елде кептелістен зардап шекетін көлік жүргізушілері. Олар сарапшылар пікірінше жылына жол кептелістерінде 360 сағатқа дейін, немесе 45 жұмыс күнге дейін уақыт құртады екен. Онымен қоса кептелісте жиі әрі ұзақ тұру жанармай шығыны ғана емес, жүйкеге салмақ, қан қысымын көтеру, сондай-ақ бөлінетін улы газдан өкпе аруларын туындауына әкеліп соғады. Қазақстандық автокөліктердің 82,1% бензинмен жүреді. Сондықтан мегаполистердегі қазіргі жол кептелістері қатардағы жергілікті мәселелер деңгейінен шығып кетті. Қорытындылай келе, осы орайда келесі шараларды қолға алуды ұсынамын. Халқы жылдам өсіп жатқан қалалардың орталықтары мен шеткері аймақтары бойынша зерттеу мен сараптамаларды күшейту және сауда, қызмет, білім беру, бизнес, демалыс орындарын халық тығыздығына қарай біркелкі орналастыруды қатаң бақылау. Қала қозғалысын басқарудың бірыңғай орталықтан автоматты басқару және ақылды бағдаршамдар жүйесін енгізу. Маршруттардың қоғамдық көлік бөлімшелерінің санын көбейту, оларға арнайы жолақтарды көбейту және қоғамдық көлік сапасы мен қауіпсіздігін күшейту. Автопарктердің көмегімен қызмет көрсетудің жоғары деңгейлі стандарттарын белгілеу. Транзиттік ағынды қаланың ішкі көлік ағынынан ажырату үшін жолдарды жеке деңгейде салу. Сарапшылар пікіріне ескере отырып, бәлкім халықаралық тәжірибелерді ескере отырып, белгілі бір уақытта кептеліс аймақтарында ақы алуды да қарастыру қажет болар. Көлік кептелісі проблемаларын шешуде жол қозғалысын реттеу жөніндегі жергілікті уәкілетті орган рөлі және жеке компанияларында жауапкершілігін күшейту. Депутаттық сауалдың толық мәтіні жазбаша жолданады. Құрметті Әлихан Асханұлы, сізден осы мәселе бойынша жоғарыда ұсынылған тиісті іс-шараларды қабылдап, маған жазбаша түрде жауап жолдауыңызды сұраймыз. Рахмет. Рахмет.